үкімет үшін ыңғайсыз сұрақтарды қойдым. Олар біз қойған сұрақтарға дайын емес болып кетті қайтадан. Депутаттар атын атап түсін үстемей қойып, өздерінің не істеп жүргендігін, қандай мақсатпен мәжілісте отырғандығын білмейтін секілді. 60-тан астам ұсыныстарды дайындап жолдаған болатыз, бірақ үкімет пен билік партиясы оны біреуін де өткізбеді. Тізімді партиялар жасайды. Бұл халық депутаттарды тікелей сайлау құқығынан айырып қалады деген сөз емес. Бір мандатты сайлау қашанда биліктің пайдасына шешіледі. Үкімет тек қана билік партиясы аманатқа ғана барып есеп береді. Осы жолдау жүйесіндегі ең үлкен кемшіліктің бірі осы. Қазіргі мәжілістің жұмысына, сол мәжілістің мүшесі ретінде көңіліңіз толады. Егер мәңгі отырған, билікте отырған партия жоқ, әлі болмаған, болмайды. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді бір палаталы парламентке 27 жылы референдум арқылы өткеннен кейін Қазақстанның мәжілісінің бәс артады. Ал ол мәжілісте кімдер болу керек? Қанша партия болу керек? Ол пікір әралуандылығын сақтайтын парламент бола ма? Дәл қазіргі уақытта мәжілісте доминантты басымдыққа ие. Бізде қос жаңағы партиялық және мажоритарлы сайлау жүйесі мен келген депутаттар бар десек те, бізде доминантты басымдыққа ие партия бар. Және ол ескі партияның мұрагері, бұрынғы билік партиясының мұрагері, қазіргі билік партиясы деп айтады. Алдағы болатын 27 жылдан кейінгі парламентте осындай доминантты басымдық болу керек па? Жоқ әлде шын мәнісінде көп партиялы парламентке айнала аламыз, ондай мүмкіндік бар ма бізде? Өте жақсы сұрақ, рахмет. Біріншіден, келесі парламент қандай болады? Қандай партиялар соған ене ме, енбей ме, оны тек халқымыз шешеді ғана. Халқымызда ғана бұл мәселені шешу құқығы бар. Біз сол себептен алдын ала айта алмаймыз. Болжам жасауға болады, бірақ ол салмақты емес. Тағы да айтам, президент Тоқаевтың өзінің стратегиясы бар сияқты. Осындай терең саяси реформаларды, өзгерістерді аяқ астынан бірден емес, шешу емес. Бірте-бірте соған келтіру. Қазіргі билік партиясының артықшылығы, меніңше бұл, шын айтсақ, бұрынғы жүйесінің қалғаны, дәстүрі. Негізінде демократиялық мемлекеттерде, демократиялық жүйеде билік партиялар ауыса береді. Ол екі партиялық жүйесі болсын, Британия мен Америка сияқты, болмаса көп партиялық жүйелер болсын Европадағы. Енді билікке келу ол бір әңгіме, сосын мемлекет басқару үлкен жауапкершілік, және бұл жолында кемшіліксіз өту болмайды. Әлемнің адамзаттың тарихында мәңгі отырған, билікте отырған партия жоқ, әлі болмаған, болмайды да. Сол себептен қазіргі билік партиясы ерте ме кеш пе кетеді, ешбір күмән болмасын онда. Мәселе, соның орнына кім келеді екен? Біз, мысалы, Ақ жол партиясы өз алдына сондай мақсат қойып отырмыз. Біздің мақсатымыз мана екінші, үшінші орын үшін көрісу емес. Біздің мақсатымыз сайлауда жеңіске жету, және де мемлекет басқаруға өз үлесін қосу. Мүмкін ол да бірден болмай қалуы мүмкін, алдымен не сияқты, мына қазіргі реформа сияқты эволюция жолымен мүмкін ол бірден бір партиялы үкімет емес, коалициялық үкіметте болуы мүмкін. Сол жайында айтпақшы, президент Тоқаев өзі уже 2 рет жолдауында айтқан болатын. Парламенттік, басқа да парламенттік партиялардың өкілдері үкіметте және аймақтардың басшыларында болу керек деп тапсырма берген. Айтқан, тапсырма емес бол, пікірмен бөліскен ол кісі. Яғни, бұндай да көзқарасы Тоқаевта бар сияқты. Сондықтан, меніңше, келесі үкімет, ол дәл осы 27 жылда бола ма, не 30 жылда бола ма, кім білсін, бірақ келесі үкіметтердің құрамында міндетті түрде ол коалициялық болу керек, ал ары қарай мүмкін басқа бір партия. Коалициялық үкіметтердің бір кемшілігі, олар өзара бір пікірге келіспей, аяғында үкіметтің жұмысы тоқтап қалуы мүмкін.
Сол себептен бұндай коалициялық үкіметтер аса тұрақты емес. Тіпті еуропалық тәжірибесі соны көрсетіп отыр ғой. Кейбір мына Голландия сияқты, Испания сияқты мемлекеттерде коалициялық үкімет құрылғаннан кейін олар бюджетті де, сол бюджетті 1,5 жылдай талқылап отырған. Мұндай да мысалы бар. Сол себептен мына коалициялық үкіметтің өзінің кемшіліктері бар, бірақ не ретінде демократияға көшу ретінде мұндай да әдіс әбден болуы мүмкін. Билік үшін сайлауда күресуіміз керек, ал бұл күрестің нәтижесін тек халқымыз ғана айтады. Қазіргі уақыттағы мәжіліс әртүрлі депутаттар бар. Қоғамның күлкісіне қалып жүрген депутаттар бар. Қоғамның сынына қалып жүрген депутаттар бар. Қоғамнан мақтау естіп жүрген депутаттар бар. Қазіргі мәжілістің жұмысына, жалпы мәжілістің жұмысына, сіз сол мәжілістің мүшесі ретінде көңіліңіз тола ма? Егер мәжіліске мәжілісмен ретінде баға беру этикаға қайшы десеңіз, Ақжолдағы мәжілістегі Ақжолдың депутаттарының жұмысына көңіліңіз тола ма? Оларды дұрыс айтып отырсыз. Негізінде біздің регламент бойынша депутаттар бір-біріне баға бермейді. Ал сіз қазір мына халықтың көңілінен шыққан депутаттар бар деп отырсыз. Негізде біздің халқымыз абыз ғой. Халқымыз бір жағынан бауырмашыл, бір жағынан кешірімді, бір жағынан сыншыл. Қазір кезде мына кейбіріміздің әріптестеріміз бойынша болған дауды байқап отырмыз. Ол да өтер. Мәселе дәл қазіргі жағдайда емес, дәл қазіргі оқиғада емес. Мәселе біздің әріптестеріміз қаншалықты еліміздің мүддесіне сай қызмет етеді. Міне, осы сұраққа келе жатырмын ғой. Былай, біз тәуелсіздік алғанымызға 91-ден бастап қанша жыл өтті. Сол уақыттан бері бізде парламентаризм институты қалыптасып жетілді. Оның жетілгендігінің дәлелі біз бір палаталы парламентке көшетіндей жағдайға жеттік. Десе де, сол уақыт аралығында бізде кәсіби депутат, кәсіби парламентарийлер қалыптасып, заң шығару ісінде отыратын күнге жеткен жоқ біз ба. Алайда, сөйте тұра бізде кейбір депутаттар атын атап түсін үстемей қойып, өздерінің не істеп жүргендігін, қандай мақсатпен мәжілісте отырғандығын білмейтін секілді көрінеді. Біздің заң шығарушы орган, эволюциялық жолмен дамып келе жатқан орган, осы уақыт ішінде кәсіби депутаттық құрам жасауға, жаңағындай стратегиялық саяси адами қателіктерге жол бермейтіндей депутаттарды таңдап алуға жеткілікті уақыт деп ойлаймын қазіргі уақыт. Толық қосылам сізбен, кәсіби парламент бізге керек. Себебі қазіргі кезде бюджеттің өзін қарастыру үшін адам, кез келген депутат, қаражатты да білу керек, экономиканы да білу керек, әлеуметтік саласында білу керек, мемлекет басқаруды білу керек, бизнесті білу керек. Ол үшін мынандай білім бірден университет бітірген соң ден алмайсың. Сол үшін президент осы жастарға квотасын беруді ұсынды. Қазіргі кезде біздің жастарымыз кеп үйреніп келе жатыр, тәжірибелі депутаттарымыздан. Мен мысалы Нұртай Сабильянов сияқты кәсіби депутат деп атаймын. 5-ші рет депутат болып, және де ол біздің экономика және аймақтық даму, өңірлік даму комитетінің төрағасы. Кез келген мәселе бойынша біздің тақырыбымыз, біздің саламыз бойы. Бұл кісінің пікірі, бұл кісінің жинаған тәжірибесі, айтып отырған сөздері өте мағыналы, өте салмақты. Депутаттар бар, бірақ олар саналы, сирек. Мен де қазір кезде тәжірибелі депутаттардың қатарына ендім. Мен де қазір кезде осы өзім білетін, әрине барша мәселелерге
араласпай, бірақ өзім білетін салалар бойынша экономика, өнеркәсіп, кәсіпкерлікті қолдау сияқты басқа да кейбір салалар бойынша өз пікірмен бөлесем, және де кейде мына шенеуніктер қатты дауласам да, ондай да бар. Күні кеше ғана мысалы бюджеттің тұсау кесу рәсімінде бірнеше үкімет үшін ыңғайсыз сұрақтарды қойдым. Олар біз қойған сұрақтарға дайын емес болып кетті. Қайтадан жыл сайын бұндай жағдай қайталанып жатыр. Яғни біз бұл жерде тағы да айтамын, тәжірибелі бір жағынан депутаттардың несінің пікірімен санасу керек, бірақ сонда да парламент деген біріншіден атадан қалған тағы емес. Парламентте міндетті түрде жаңарту болу керек, жастарды алып келу керек. Дайын тәжірибелі депутаттар қайдан шығады? Депутат деген жай сөз, негізі бұл заң қабылдаушылар ғой, заң даярлаушылар. Сонда дайын депутаттар аспаннан түспейді ғой. Оларды өзара біз өз тәжірибемен бөлісіп тәрбиелеуіміз керек. Ал депутаттардың қайсылары өз атағына сай, өз лауазымына сай жұмыс атқарып отыр, қызмет атқарып отыр ма жоқ па деген, бұл жерде өз шешім, өз бағасын біздің тағы да айтамыз, сайлаушылар біздің халқымыз беру керек. Парламенттік реформаларға қатысты соңғы екі сұрақ. Біріншісі, көп палаталы парламент партиялық тізіммен жасақталады. Демек, сайлау болған жағдайда партиялар арасында бәсеке болады. Ал тізімді партиялар жасайды. Бұл халық депутаттарды тікелей сайлау құқығынан айырып қалады деген сөз емес. Жоқ. Бәлкім халық қандай да бір саяси партия қай депутат ұсынатынын алдын ала білу керек шығар. Бір праймериз немесе бір тізімдік алдын ала жариялану керек шығар. Ақ жол партиясы талай сайлаудан өтті. Бір мандатты да сайлаудан, партиялық тізімнен өтті. Жинаған тәжірибеміз бар, оның ішінде әші тәжірибеміз де бар. Сол себептен соған сүйене отырып, мен бірден айтамын, партиялық тізіммен сайлағаны дұрыс. Мысалы, егер бір мандатты сайлауда сайлаушылар адамның өзіне қарайды, адамның өзінің қасиетін талқылайды. Тіпті аяғында бұл бәсеке хейтке айналып кетеді. Компроматтың соғысына айналып кетеді, қара пиарға айналып кетеді. Сондай да бар. Талайды көрдік қой. Ал партиялық тізім бойынша сайлау кезінде халық көбісінен партиялық бағдарламаларды талқылайды. Партиялық атқарған жұмыстарын талқылайды. Партияның артында қандай мүддесі тұр деп талқыланып жатыр. Яғни бұл жерде ана жақта егер осы додасы, пікір алмасы жеке адамның басына көшсе, аяғында ол бір компроматтың соғыстарына айналып кетуі мүмкін. Мына жерде таза саяси мәселелер, бағдарламалық саяси жолдарын талқылау. Яғни саналы таңдау жасау үшін осы партиялық тізіммен сайлау дұрыс. Екіншіден, енді тәжірибемізге қарай, бір мандатты сайлау қашанда биліктің пайдасына шешіледі. Мысалы, 2007 жылға дейін бізде сайлау сол бір мандатты округтармен өткізген ғой. Сонда 95 жылдан бастап, Конституция қабылдағаннан кейін, қашанда осы Нұр Отан партиясы 70-80% сол партияның депутаттары болды. Қазірде 29 бір мандатты. Вот, қазір соған келеміз. Ал мына партиялық тізім арқылы сайлау басталғанда, мысалы 22 жылдың өзі, партиялық тізім бойынша аманат 54% ғана алды. Ал бір мандатты округ бойынша олар 77% мандаттарын алды. Дауыс емес, мандаттарын алды. Яғни 29 депутаттардан 22 сол партияның өкілдері болды. Бұл жерде біз тек Қазақстанның ғана кемшілігі емес бұл. Бұл Ресейде өткен, мысалы, соңғы Госдумаға сайлауда билік партиясы Единая Россия 49% алды. Ал бір мандат сайлау бойынша 90% алды. Сол себептен мына партиялық тізімі расында да саяси плюрализмге, саяси додаға, саяси бәсекелестікке
мүмкіндік беретін жүйе. Оны тағы да бұл мен ғана пікірім емес, мына Еуропа кеңесінің Венециялық комиссиясы бар, солар демократиялық парламенттегі оппозициялардың рөлі туралы баяндамасы. Сол баяндамада осы пропорционалды жүйе, яғни партиялық тізіммен сайланатын жүйе біріншіден қоғамдық мүддесін кеңірек көрсетеді, және де Еуропадағы ең кең тараған жүйе осы деп жазды. Мысалы, партиялық тізімменен парламентке өту үшін 5% партия жиналса өте береді. Яғни мына 100% деп отырмыз ғой, 20 партия өтуі мүмкін. Ал бір палаталы сайлауда парламентке өту үшін сіз 50-ден астам процент дауыс жинауыңыз керек. Яғни қолдаушылардың саны, қолдаушылардың үлесі 49% болса да, әжептеуір ғой, жартысы өтпей қаласыз. Көрдіңіз бе, мына жерде 5%-пен өтуге болады. Ана жақта 49% өте алмайсыз. Яғни бұл жерде де қоғамда түрлі пікірі бар, өзіндік пікірі бар адамдарға өткізуіне партиялық тізімі көбірек мүмкіндік береді. Білесіз бе, негізінде демократияның талабы тек көпшіліктің ғана мүддесін қорғау емес. Өзіндік пікірі бар, көпшілікпен келіспейтін адамдардың да құқықтарын қорғау, және оларға да өз дауыс шығару мүмкіндік беру. Мынандай мүмкіндікті бір мандатты жүйе мүмкін ондай бермейді, себебі олар тек қана көпшіліктің дауысын жинаған адамды өткізе береді. Ал өзіндік пікірі бар, басқалармен келіспейтін пікірі бар адамдар партиялық тізіммен ғана өте алады. Сондықтан бұл жүйе менің терең пікірім, және тағы да айтамын, өзіміздің көп жылдық тәжірибемізге сүйенген, және де дәл мына билік атынан емес, парламенттік ашылық партия ретінде мен бұндай пікір айта аламын, және де ары қарай осы президенттің ұсынысына бүкіл партиямыз, біз осы жолдау жарияланғаннан кейін 2 сағаттан кейін біз ұлттық кеңесіміздің отырысын өткізіп қолдадық, және де соған сай тиісті мәлімдеме жасадық. Бұл реформаны біз демократияның дамуы үшін, парламенттік осы бәсекелестікті көтеру үшін қабылдауымыз қажет. Ең соңғы түйін сұрақ, және ол өзіңіз соңғы уақытта бұқаралық ақпарат құралдарына берген ашы өткір пікір. Біздің мемлекеттің ұстанып келе жатқан концепциясы бұл ықпалды парламент, есеп беретін үкімет. Алайда дәл қазіргі уақытта үкімет тек қана билік партиясы аманатқа ғана барып есеп берді. Ал үкіметті парламенттік коалиция, яғни парламенттің барлық партиялары бірге қабылдады ғой. Демек, үкімет жалғыз билік партиясын емес, парламенттегі барлық партияға есеп беру керек дедіңіз. Осы ұстаным жайлы кеңірек айтып беріңіз, сонымен түйіндейік. Рахмет. Мен қарасам, сөйлегенімді, менің пікірімді жақсы білетін екенсіз ғой. Бұл расында сіз енді мен басынан айттыңыз ғой, біз осы жолдаудың тек қана мақтауды ғана емес, кемшілікті айтуымыз керек, талқылап, ашық талқылаған кезінде. Менімше осы жолдау жүйесіндегі ең үлкен кемшіліктердің бірі осы, дәл осы. Үкімет, қайтадан біз жақында ғана естідік, жолдаудың алдында 1-2 күн қалғанда премьердің өз үкімет толық құраммен кеп аманатқа есеп берді. Алдындағы жолдауын атқару туралы, орындау туралы есебін берді. Сонда мен бірінші рет емес, 2 жыл бойы соны таңғалып отырмын осы жаңадан қалыптасқан осы дәстүріне. Негізінде жолдауды президент аманатқа емес, үкіметке де емес, халық пен парламентке жариялайды. Үкіметке тапсырма беріп отыр, бірақ жолдаудың мақсаты халық білсін, үкімет немен айналысып отыр, президент мемлекет басшысы ретінде қандай мақсат қойып отыр, қандай жолды көрсетіп отыр, қандай жолға шақырып отыр біздің. Үкімет атқарушы ғана. Үкімет тек атқарушы ғана. Сонда жолдауы халық пен парламентке берілгеннен кейін үкімет сол жолдауын атқару, орындау туралы есебін жеке бір билік партиясы болсын, басқа бір болсын, жеке бір топқа емес, бүкіл халыққа
ал халықтың өкілі парламентке беруге тиіс. Бұл менің принципиалды көзқарасым. Біз енді мына осы 23 жылы конституциялық реформа жалғасы болайын деп отыр ғой. Және содан соң сол конституцияға сай басқа да заңдарды келтіру жөнінде заң жобаларды шыға береді. Біз тіпті мысалы 2022 жылы конституциялық референдумнан кейін өзіміздің Ақ Жол партиясының заң жобасын дайындап, басқа да заңдарды соған, ол сайлау ішінде саяси партиялар туралы, бюджет туралы басқа да 60-тан астам ұсыныстарды дайындап жолдаған болатыз. Бірақ үкімет пен билік партиясы оны біреуін де өткізбеді. Бірақ ақырын бірте-бірте соған келе жатырмыз қазір қарағанымызда. Сол сияқты келесі осы конституцияға келтіру заң жобаларда бұндай ұсынысты біз жасаймыз. Негізінде мәселе тіпті кеңірек қоюға болады. Біз мына парламент сайлаудан кейін президент жаңа үкіметті тағайындайды ғой. Ал үкімет қай бағытқа өз жұмысын арнайды, қандай мақсат өз алдына қояды, ол ашық мәселе. Біз осы жаңа үкіметтің тағайындауы үшін премьерлікке ұсынған үміткер мәжіліске келіп өз бағдарламасын таныстыру керек. Тек таныстыру емес, мақұлдау керек, парламентте мақұлдауды алып. Ол бағдарламасын алдымен президенттен тапсырма алып, ол жолдау болсын тіпті. Жолдың өзі не ғой, дайын тапсырма ғой. Стратегиялық мағынасы бар тапсырма. Соған сай өз жұмыстарын, өз бағдарламасын дайындап, парламентке кеп мақұлдау керек. Парламент мына жерде мынау дұрыс, мына жерде жолдауға қайшы, мына жерде мына мәселені кеңірек шешуге болады деп қабылданса, мақұлдаса, ары қарай оны премьерлікке тағайындайсың, және бұл үкімет ары қарай жұмыс істей берсін. Әйтпесе біз қазіргі кезде бюджетті ғана қарастырып отырмыз. Және де үкіметке баға берген кезде бюджеттің орындау баяндамасын тыңдап, Ақ Жол партиясы жол сайын біз қарсы дауыс беріп отырмыз осындай есептерге. Себебі бюджет деген бұл қаржы құжат. Қаншама ақша жұмсалды, қай баптарменен, қаншама атқарылды. Яғни ол жақта біз үкіметке баға беру үшін бұл үкімет 100% пе не 80% пе бөлінген қаражатты жұмсалды деп баға беріп отырсыз. Ол дұрыс емес. Негізі үкімет парламентке кеп өз міндетін алу керек, мойындау керек. Мысалы, біз жаңа 100.000 жаңа жұмыс орындары ашамыз. Жаңа 200 завод ашамыз. Жаңа мынада сала бұрын кезде шығармаған өнімді шығара аламыз деп міндет ретінде мойындау қажет. Ертеңгі күні олар қаншама ақша жұмсады ма, жұмсамады ма? Олар мақсатына жетті ме, жетпеді? Өз бағдарламасын орындады ма, орындамады ма? Тіпті ақшаны үнемдеу керек негізінде. Одан аз қаражатпен қойған мақсатқа қолы жетсе, оны біз мақтауымыз керек. Ал қазір кезде ақша аз жұмсалса, ол жаман істеген деген. Ол қаншалықты дұрыс? Яғни бұл сіз қазір өте сондай бір тағы да мазмұнды жүйелі мәселе көтердіңіз. Үкіметтің бағдарламасында, есебінде жеке бір бөлек өз алдына емес, үкіметті былай да былай билік партиясы құрайды ғой. Не олар өз алдында мақұлдап, өз алдына есеп беріп жатыр. Ол дұрыс емес. Біз бүкіл парламент алдында үкіметті бағындыруымыз қажет. Президенттің формуласына сай, күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет. Демек, үкімет парламентке келіп есеп беру керек. Біз оны қазір көріп отырған жоқпыз, өкінішке орай. Бірақ болашақта келеміз. Оған Меніңше, мен қазір мына тағы да айтып отырмын. Мен байқағанымша президент Тоқаевтың өзінің сондай бір ұзақ мерзімді көзқарасы бар. Және де ол сол мақсаттарға бірте-бірте қадам-қадам басып келе жатыр. Эволюциялық жолымен. Революция жасамай, бірақ эволюциялық жолымен. Сондықтан үмітіміз бар. Жақсы, уақыт бөлгеніңізге, кең көлемде әңгіме жасағаныңызға рахмет. Істеріңізге табыс. Парламентте мықты Қазақстанның қоғамының игілігіне қызмет ететін заңдар күтеміз. Рахмет. Көп рахмет, көзіне де. Енді не істейміз?